Ассаламу алейкум, қадірлі телетамашагөрлер, пікірлер кесеспесі көрсетудің нәубеттегі саны және эфирде. Халқымыз арасында жиған тергенің тойға бұйырсын деген жақсы тілек бар. Айне осы тілек арқалда біз халқымыздың тойларға қаншел дәрежеде үлкен ітібар қарататуын аңлауымыз қиын емес. Аңлаған болсаңыз, бүгін көрсетуіміз арқалы біз тойлар хақында, анығырағы тойлардағы жастар сейілі, той сейілі хақында пікірлесу үшін жиналғанбыз. Дәслеп көрсетуіміздің арнаулы экспертлер топарымен сіздер жақыннан таныстырып өтсем, Тахир Махамадинов, Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі бас маслихатшысы. Гүлназ Өтепбергенова, жинайят істері бойынша Нөкіс район судының тергеу судьясы. Тұрсынбай Өтемұратов, Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жайметлік қауіпсіздік қызметі жол харекеті қауіпсіздік басқармасы мәлімет топарының аға инспекторы. Құрметлі көрсетуіміздің арнаулы экспертлері, сондай қатынасушылар, студиямызға қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі тема әр біріміз үшін жүдә ахметлі темалардың бірі деп ойлаймын, себебі әр біріміз әр күні сол жол транспорт қағидасын әмел етуімізге тура келеді. Кімдір оқуға барамыз, кімдір жұмысқа барамыз. Енді бүгін осы тойлардың ішінде сол той сейілі хақында пікір жүргізу үшін сіздер үшін жиналғанбыз. Ең дәслеп осы тойлардағы ықшамластыру мәселелері, һәм осы жасар сейілі хақында сол жас үлкендеріміз пікірін білдірсе. Мархамат. Ассаламу алейкум. Мен Қоңыраттан Мыңжарған Макан бұқарлар жиыннан дүние көше бек болып жоңбайман. Бүгін мінекей пікірлер кесіспесіне келіп алырмыз. Міне әзіргі той мәселесі бойынша біздің Қоңыратта да кеше жақында осы пікірлер үлкен ортаға қойылды. Комиссия дүзілді 5 адам. Сол міне тойларда міне көше билерін шақырып біздер менен азлыкен ойласады, пікірлеседі. Сол айтқан менен бәрібір қаражет өзінде болғаннан кейін көбінше өздерінше кетіп қалатынын ұшырасып адырыпты. Міне жастарымыздың дүниядағы ең өмірінің ішінде бір рет болатын тойында міне гулянка мәселелерінде де азырақ кемшіліктер болып жатыр, бірақ қазір біздің Қоңырат районында комиссияларымыз жақсы апарып жатырыпты. Әммесі жақсы. Құдайға шүкір, көңілдегідей болып жатырыпты енді, Құдайға шүкір. Көп мына той қаражеттерінен ойласып, комиссияларымыз мен мына мешіттен адам бар ішлерінде келетұғын. Олардан бәрі біргеліктен нұрани ақсақалары, мақалла ақсақалары жетілікте келіп пікірлесіп, ықшамны қылып өткер барырмыз. Құдайым тойлар қалмаса берсін балдарым. Пікірлеріңіз болса, әме білдіре берің. Тойларымыз жақсы өтіп жатыр районда. Рахмет пікіріңіз үшін. Ассаламу алейкум, мен Қоңырат районы Қашы мақалла жиыны ақсақалды Алланың Борынбай боламын. Бүгінгі күнде жасарымызға айтарым сол бұрынғы ауқамдық дәуірінде пайда болған сейілдердің қазіргі уақытта қазіргі заманға сайын әпте қайтадан көп шығып, жастарымызға бір ұсыныс етер едім, қайтадан көп ықшам етіп, өзінің өмірлерін қауіпке қоймастан сол жұмыстарын алып барса деп ойлаймын. Жастар не айтар екен бойынша? Әлбетте бұл барысында, көрсету барысында жастарымыздың да пікірлерін тыңлаймыз. Ал қазір енді дөретушілік топарымызбен таярлаған сюжетіміз бар еді, осы мәселеге байланысты сол сюжетті біргелікте тамашаласақ та, соң сізбен пікір алысуды давам еттірсек. Мархамат. Күйеу балалардың жорлары 1 миллион сом ақша салмады. 1 миллион сом. Барға машина алады 1 миллион сом болды. 1 миллион сом ақша не бас машина сал. Барған адам болады неге? Сіз көріп тұрған уақия осы жылдың 9 январ күні Қанлыкөл районында жүз берген. Жасырарлығы жоқ, соңғы жылдары той сейілдерінде автотранспортлардың хәдден тыс қатарласып, қағида бұзарлық менен әрекетлену жағдайлары көбеймекте. Бұл жасылар тәрбиясындағы бослық ба, ямаса көз ету, яки тырнақша ішіндегі мәдениеттің күшейгені ме? Бағана ізінде 1 миллион сом ақшам деп жентір алып жатыр. Оң болсын деп айтамыз неге? 1 миллион сом ақшам не? Оң болсын да 120. Ажар оң болсын. Оң болсын жігіттер тойлар ал. 9 январ күні жорамыздың тойында Қанлыкөл кортеж жентіралар шақырған едік. Бізде 1 миллион ақша тігіп, бізде ең бірінші келген машина береміз деп айттық. Һәм бұл зат қате екенін түсіндік. Пұшаймамыз қайталанбайды екінші. 2026 жыл 9 январ күні жорамыздың тойында бас машинаның ізіне 1 миллион сом ақша тігіп, ол қомарбаздыққа кіретінін білмедік. Сол 1 миллион сом ақшаны ізінде барған жентіраға бердік. Бұл затты екінші рет қайталамаймыз. Басқаларға да бұны мәслихат бермейміз қайталауды.
9 январ күні той сейіліне шықтым, һәм бір ет істедім, қылған істерімнен пұшайманмын, басқа қайталамаймын. 9 январ күні той сейіліне шықтық, енді бұл жағдай қайталамайды. Той сейілдеріндегі тәртіпсіздіктер хақында Ғалаба хабар құралдары арқылы жүдә көп пікірлер айтылып келінбекте. Лекін соған қарамастан бұндай жағдайлар және тәкрарланбақта. Аймағымыздағы кеше болып отырған жағдайларда той мәрәсімінде болған сейілде жас балаларымыздың елге жат нәрселерді істегені сейіл уақытында. Сол себеплі үгіт насихат жұмыстарын той мерекелерді ықшамластыру бойынша президент қарарларымен көше билерімен біргелікте бірнеше мәрте сөйлескенбіз. Кеше тойдан бұрын 2 күн бұрын барып, бұл тойхананың иесі көшесінің биімен біргелікте осындай жағдайларды болдырмау мақсатында үгіт насихат жұмыстарын жетілікпен біргелікте алып барды. Соған қарамастан бұл жастарымыздың өз білгені бойынша осындай жағдайларға алып келген. Не үшін? Жауапкерлер жаслар ма? Ата-аналар ма? Ямаса жәмиетчілік пе? Яки оларға қолданылып отырған жазалау механизмі жеткіліксіз бе? Бұл мәселеге жәмиетлік қадағалауды қалай күшейту керек? Ең тикарғы сұрау. Той сейілі өзі қандай тәртіпте өткерілуі керек? Тәртіпсіздіктер ауыр ақметлерге алып келгеннен кейін айыпкерді табу кімге пайда келтіреді деген сұраулар пайда болады. Соның үшін той сейілі мәселесін әпуайы әдет емес, ал жәмиетлік қауіпсіздік һәм жаслар тәрбиясы мәселесі сипатында қатынас жасау һәм бүгін анық шешімдер қабыл ету зарur деген пікірдеміз. Мінекей, қазір ғана сюжетті біргелікте тамашалап өттік. Міне көрсетуіміздің қатынасушы Жасылкен ағатамыз жаңа айтып өтті гәпінде, тойларымыз жақсы өтіп жатырыпты деп. Бірақ тілекке қарсы жәмиетімізде міне осындай тойлар, осындай жастар сейіліне шыққан жігітлеріміз де ұшырап жатырыпты. Бұл хақында да сіздердің пікірлеріңізді білгіміз келеді. Кім айыплы? Себебі той берген уақытында жас үлкендеріміз сол һәме жастарды жинап, бұрынлары енді сол тойларымыз жақсы тарқасын, һәме сол қауіпсіз болсын деп бір өзлерінің бір түсініктерін алып баратын еді, үгіт насихаттарын беретін еді. Бүгін ясы үгіт насихат жұмыстары азайып баратыр па? Не деп ойлайсыз? Ассалаумалейкум баршаге. Бүгінгі ұшырасу қатынасушылары. Мен Ұзақбергенова Азада, Әжінез атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты студентімен һәм қазіргі күнде Жастар ауқан баслаңғыш өлкемінде координатор вазифасында жұмыс алып барып жатырмыз. Енді жоғарыда біз жас үлгілеріміздің пікірлерін де тыңладық, видеоны да көрдік. Һәм мен сол жерде өзімнің пікірімді айтып өтпекшімін. Қазіргі күнде бұл уақияның куәсі болған һәм оған себепші болған жастарды да түсінуге болады. Себебі менде де алдын сондай пікір болатығын еді. Жастардың өзі адамның өмірде бір-бірінде болатығын той, оны һәм есте қаларлық қылып өткергісі келеді, қуанышпенен өткергісі келеді. Бірақ дегенменен кейін ала жәмиетке араласқаннан кейін, көп орталықпен іслескеннен кейін түсініп жетіп жатырмыз, ықшам той бәрібір һәме үшін пайдалы. Себебі жоғарыда өзіңіз де айтып өттіңіз, халқымызда сол той деген бұл берекеттің белгісі. Бірақ біз көріп жатырмыз қазір көбінесе бұл бәсеке орайына айланып бара жатырыпты тойларымыз. Соның үшін бізде жастар сипатында бұл тойлардың жоғарыдағыдай уақиялардың алдын алу үшін Жастар ауған баслаңғыш өлкемі һәм рухи ағартушылық орайменен біргелікте милли контенттің ішінде әне сол ықшам той темасын алып шықтық һәм сол темада видео челленджлар, видеороликлер істеп жатырмыз. Алдағы күндегі мақсатымыз болса, жоғарыда айтып өткен ықшам той өткерген, бірақ қазіргі күнде бақытлы жасап жатырған жастарымызбенен сәубет құру ниеті де бар. Мен өзім сондай бір адам өзі көзіменен көрмесе сенбейді дейді ғой, сондай екен. Мен де 2025 жылдың декабрь айында әне сондай бір ықшам тойдың куәсі болдым. Өзімнің достым сондай қылып ықшам той берді, 50-60 адам шамасында болды. Ол жерде ешқандай жаңағыдай ішімдіктерсіз, алкоголь нелерсіз болды. Яғни бұл той менің үшін не дейміз, ешқандай көңілсіз уақияларсыз және ешқандай шығынларсыз болды деп айтсам болады. Һәм біздер жұмақлап айтқанда жастар ықшам той бұл қамбағаллықтың емес, керісінше біздің халқымыздың мәдениетінің белгісі деп айта аламын. Соның үшін біз үгіт насихаттау жұмыстарын жас сипатында давам еттіреміз деп айта аламын. Қолдап қуатлаймын яғни ықшам тойларды. Рахмет. Және пікірлер болса? Мен Қоңырат районы Қаңыл ауыл қаралар жиынының бастығы Зелиха Сейдуллаевамын. Менің көп жылдардан бері махалла бастығы болып істеп келмектемін. Міне қазіргі уақытта тоқылық заманы деп жатырмыз. Растанам бұрынғы дәуірге салыстырғанда дастархандарымыз толы, тоқылық заманы. Міне осы заманға қарап, заман өзгерді дейді ғой, заман емес. Өздеріміз
балаларымыз, жасларымыз өзгеріп жатыр. Жаслар тойын бұрынғы дәуірменен айтсақ, бұрынғы дәуірде үйлерде болатын еді. Жаслар тойы үйдің алдында болып, міне жасыл гүлдердің пәтесін алып, бір 3 сағат давамында болып, бір мәдениетлі болып өтетін еді. Қазіргі уақытта балаларымыз бақытлы, себебі емес тойханаларда, қалеген жерлерінде беріп жатыр. Әлбетте, міне әрбір тойды мәдениетлі қылып өту үшін сол ауылдың имамлары бар, көше билері бар, махалла бастығы бар. Міне біргелікте ойласып, тәртіплі өткісе болады. Міне бүгін көріп, мен бір кіттай қафа болып атпан да, өпкелеп атпан. Неге бұндай біздің жәмиетшілігіміз қайыққа қарайды? Міне жастарымызға қатаң болуымыз керек. Оларды еш уақытта өз еркіне жібере беруге болмайды. Оларға тәртіп білен. Мәселен, көп қаделерді аял қыздарымыздан шығып жатыр, қаделерді, дәстүрлерді қоса береді. Міне бұларды қоса бермей, бұрынғы ата-бабаларымыздан келген қадіриyaтларды сақлауымыз керек. Жас үлкендеріміз балаларға тәрбие берді ма, сол тәрбиесі бойынша жаман айтпай жақсы жоқ деп, мінекей жаман оқиғалар болып қалуы мүмкін. Міне біреуін көріп отырмыз. Сол үшін жас үлкендеріміз тыңлау керек. Жас үлкендеріміз оларға алдында ібрат болып, өздері көрсетіп, бір тойдың жақсы өтуін тәмелеу керек. Яғни той беріп жатқан жас келін күйеуіміздің бір бақытлы болуын, қалайда оның тойын яқшы ықшам өтуін, мысалға 1 миллион қойып, оны сонша машын ізінде аламыз деп жүгіршіп, не уақиялар болып қалады. Мені махалаға келіп ойлашады, тойлар уақытында 2 машин, 3 машинға рұқсат алады. Бірағында гулянкеге, сейілге шыққан уақытта машин көбейіп кетеді. Соларды міне жәмиетшілік топарымыз, жәмиетшілігіміз қадағалау керек. Соған бір сейілге шыққан уақытта бір көше аға би тайырлап па, жас үлкен бір адамды қосып, тәртіплі болып, алып барып берсе яқшы болар еді. Елі де жастарымызға көбірек үгіт насихат жұмыстарын алып баруымыз керек. Енді аз көрсетуімізге осы көлік басқарушыларының айырымларда қатынасып отырыпты деп естіп жатырмыз. Егер қарсы болмасаңыз, сіздердің де пікіріңізді білгіміз келеді. Себебі осы көлік басқаруда, сол жастарымыз не үшін енді сол бәйгеге дейміз ғой? Сол 1 миллион үшін сол қағида бұзуға қайыл болдыңыз. Не үшін? Жігітлеріміз қысынып отырған болуы мүмкін. Әлбетте енді осы ақыбеттілер хақында енді осы жерде ішкі істер ұйымы қызметкері, сол өзіміздің экспертіміз қатынасып отырыпты. Сіздің пікіріңізді білгіміз келеді бұл жағдай хақында. Әлбетте бүгінгі күнде сол той сейілдерін, яғни сол той сейілдерінде белгіленген автотранспорт құралдары бар, яғни 3 автотранспорт құралдарынан артық әрекетлену қадаған етілген. Сондай-ақ неге көріп отқанымызда жоғарыда той сейілдерінде топар болып әрекетлену әрекет дауамында өзінің һәм өзгенің өміріне қауіп тудырушы, яғни дрифтлер істеу. Бұл өз кезегінде бұл жауапкершілікке тартылатұғын әр күн ескертіліп жатыпты дегенменен қарамастан Қалдыкөл районында сондай бір жағдай жүз берді. Бұл той сейілі үйренілді, һәмде бұл айдаушыларының, яғни сол әлбірмен туралы тәуелдер алып барылды, һәм олардың қарсысына тиісті тәртіпте әкімшілік баяндама рәсімделді. Мінекей соған қарамастан, мінекей қазіргі уақытта бұл той сейілдерінде топар болып әрекетлену елге дейін тоқтамай жатырды. Міне бұндай жағдай, яғни сол тойлар уақытында, сол той сейілі уақытында, мінекей 2020-2022 жылдарда сол той сейілдері, яғни тойларымыз сол азағайлаған уақытлардан болған. Яғни сол той сейілі уақытында сол бас машинымыз, яғни аудару нәтижесінде, жол трансфертесіне ұшырау нәтижесінде ішіндегі мінекей келіншектің бұл дүниеден көз жұму, яғни сол тойдың сол лазымға айланып кеткен уақыттардан болған, бақытсыз хадисе де болған. Міне сол себептен бұл той сейілдерінде, яғни әрекетленген уақытында сол белгіленген автотранспорт құралдарынан әрекетленуі, сондай-ақ мінекей тек бір тәртіпте барып келуі, сондай мінекей әсіресе әзіргі уақытта мінекей социалдық тармақлар арқылы өздерінің сол той сейілдерін түсіріп социалдық тармақларға тарқатады. Социалдық тармақлар өз кезегінде сол жол әрекеті қауіпсіздік басқармасы тарапынан әрбір үйреніп барылады. Яғни сол қылған қағидатсыздық үшін тиісті тәртіпте оларға әкімшілік баяндама рәсімдестіріледі. Ал жаңа жоғарыда айтып өткеніміздей, дрифт қылу, яғни өзінің өзгенің өміріне қауіп тудыру, бұл өз кезегінде құжаттар топланып, яғни жинайт істер судыларына жіберіледі. Оларға да бұл жаза шаралары бар. Сондай-ақ елде бұл той сейілдерін сол ашқамас өткізу, яғни сол елде сол топарлас әрекетленсе, бұлардың жазасын ауырлату керек деп ойлаймыз. Себебі мінекей бүгінгі күнде сол тиісті тәртіпте әкімшілік баяндама рәсімделіп, дегенмен соған қарамастан және бұл заталар тәкрари жүз бермекте. Яғни соның жазасын елде ауырлау қылып, бұларды сол елде айдаушылық гуақыларынан махрұм етіп, автотранспорт құралын басқармауға шекемгі болған жазалар қолданса, меніңше ойлаймын, бұл той сейілдеріндегі жағдайлар, яғни шамалы болса да азайған деп ойлаймыз. Сол ең ашынарлысы сол нәрсе жағдай қайта тәкрарланды деп айтқан нәрсенің өзі бір
бір қандай да бір жұмаққа келмегендігін білдіреді да. Әлбетте, бұл әр күн ұсауға, әр күні сол жол әрекет қауіпсіздік басқармасы тарапынан сол той сыйлы топар болып әрекетленген автотранспортшылар анықталады. Сондай-ақ мінекей социалдық тармақтарда да әр күн ұсындай мінекей той сыйлы топар болып әрекетленген жағдайлар анықталады. Бұлардың әрбіріне тиісті жаза шаралар қолданбақта. Көрсетуіміздің нәубеттегі арнаулы эксперті жинайт істері бойынша Нөксір район сотының тергеу судьясы Гүлназ Өтепбергенова міне қазір айтып жатырыпты, сондай жағдайлар көбейіп жатырыпты, сонша үгіт-насихат жұмыстарын алып баруына қарамастан деп. Не себеп болады деп ойлайсыз? Енді сол жағдайларды көп шыққан уақытыңызда. Ассалаумағалейкум. Біз сотларға Қарақалпақстан Республикасы жол әрекет қауіпсіздігі басқармасы тарапынан осындай іс материалдары келіп түседі, яғни әкімшілік жауапкершілікке шаққанда кодекстің 129 статьясымен келеді. Транспорт құралы айдаушыларының жол әрекетінде қауіп тудырушы һәмде автоавариялық жағдайды жүзеге шығарушы бір топар болып әрекетленуі бұл той сейіліндегі шыққан бұқараларды сол іс материалын көріп алып шығады. Яғни той сейіліне шығып қана қоймастан осы кодекстің 128 прим 10 статьясына, яғни жол безарлығы да көрсетілген әрекетлерді сол бұқараларымыз істейді. Яғни бұнда жол безарлығы дегенде транспорт әрекеті айдаушыларының екінші бір басқарып отырған айдаушыға қастан тосқылық жасауы, яғни өзінің әрекетіндегі мүйі үшін һәмде өзінің тезлігін сақлаған халда автомашинасын жылжытуы, яғни дрифт істеуі, сондай-ақ өзінің жөнелісінде кетіп баратырып, үш ямаса оннан артық жылжытулары, үздіксіз жылжытулары бұл дрифт істеуіне әрекетлеріне кіреді, һәмде басқа жол қатынасушыларының, яғни сол жерде той сейілінде жүрген басқа да шақсылардың өміріне қауіп тудыру, бұл жол безары әрекеттерінің һәміз өзінің ішіне қамтиды. Бұнда той сейілінде жазалануы жазасы базовый исаплау мударының 5 есесі мударында жарима жазасы көрсетілген, ал жол безарлығында базовый исаплау мударының 25 есесі мударында жарима жазасы мен бірге автотранспорт құралдарын басқару құқығынан 1 жылдан 2 жылға шейін махрум айыру, соның жазасы көрсетілген. Бірақ тілекке қарсы осы жазалардан мен айта аламын, өзімнің әмелиятымда, Қарақалпақстан Республикасында бұндай жағдайлар көптеп ұшырасады. Өзімнің әмелиятымнан келіп шыққан халда бірнеше 2025 жыл дауымында осындай іс материалдарын көріп шықтым. Бұл жүда көп. Енді мен айтарым, өзінің көз-көз қылып, сондай жағдайлар ұшырасады. Той сейілінен басқа да мені ашынарлы жағдай бұл сондай материалды көргенімде мектеп біткерушілерінің, яғни 25 май күндері мектеп біткерушілер уақытында да осындай той сейіліне шыққан халықтарын көріп шыққанмын. Бұнда ол өзінің шоқлықларын ісілеп, ауыр жағдайларды алып келуіне ешкім кепілдік бермейді. Той сейілмен бірге сол мектеп оқушылары енді жаңадан өмірге қадам атып отырған жастар болып табылады ғой. Сол себеплі соларға да айтарым ата-анасына, мектеп директорларына һәмде класс басшыларына сол жас мектеп оқушыларының қадағалауын айтып қалар едім. Міне жаңа өрелікті көрдік. Мүмкін емес қой, общем, ондай болу. Мен ойлап қалдым. Міне мақаллада мінеке ішкі істер бар. Мына той берген адамға да жақсы емес. Сондай ақыл болбайды. О не деген бәле 1 миллион қойып, күн бұрын келсе соны алу деген біздің уақытымызда болған емес бұндай затлар. Тоқшылыққа шоқшылық дегендей. Мына той берген адамға да қиын нәрсе де бұл. Құдай ондай болмағай. Мен пікірім, сол мақалламызда енді көше билеріміз бар, мақалламызда ішкі істер бар. Соның кететуған Гүлянкедегі кететін маршрутын біліп, және сол той беретіннің жаны ашитын бір ақсақал көше биін еріп, біргелікті айланып қайтқанда қалай болар еді. Ондай ақыл болмас пе деп ойлаймын да. Балаларымыз бақытлы болса Құдайым. Той өмірінде бір рет болады, болмасын демейміз. Бірақ жаңа мен үрелікті көріп қорқып кеттім. Сәлем пікіріңді білдіру. Мархамат. Енді, салам алейкум. Тарих
мен Камалова Раушан. Как раз мен өзім Қарақалпақ халықтың той мерекесі дәстүрлерін үйреніп жүрген, соны өзлеріміз неше жылдан бері жазып жүргенде мен айтқым келеді. Азырғы мына роликті растана көргенде мен есіме не түсіп кетті. Бұл жас Қарақалпақ жігітлеріміз ат шабыш есіме түсіп кетті да. Себебі бұл ат шабыш біздерде Қарақалпақ дәстүрімізде бар зат. Ат шаптырған бұрынлар. Дұрыс. Сол келіншекті әкелгенде ауылда атты шаптырып, соны соларменен не өткізетін өтті. Сол жігітлеріміздің азырғы бүгінгі күннің заманауи күніне қарағанда біздің тойларымыздың осындай сейілге бару және басқа да нелерді әдет үрпілерді тау, және бір нәрсе, бір майда затты тау біздерді Қарақалпақ халқымыз дәстүріне сәйкес келмейді да. Сол себебі мен өзімнің пікірім ана ретінде ұлыма жәметті ұсуғамен жастарға қарағанда мен ойлаймын шара көрдір керек та, шара көр керек. Себебі азырғы сейілге шығатығын машиналарымыз әмесі арендаға алған машиналар. Шоферларымыз әмесі жас балаларымыз машинада арендаға алып, осындай болып жүргені, ома біздің халқымызға ол сәйкес келмейді деп ойлаймын да. Мен жастарға айтқым келеді, жастарға мына өзімнің жәмиетшілікке айтқым келеді. Өзлеріміздің Қарақалпақ дәстүрі, Қарақалпақтың өзлерінің халық дәстүрі сақлап қалу керекпіз да. Біздер өзлеріміз жас үлкен, жас кіші болсын, жас үлкен болсын. Біздер мен ойлаймын, біздер өзлеріміз осы жерде үлгі болуымыз керек. Өзлеріміз қолға алу керекпіз да. Қолға алмасақ болмайды. Бұл жолда өзлеріңіз куә боласыз, жолда кетіп бара тұрғанда осындай кортежді көргенде ішіңіз біртүрлі болады. Себебі сіз айтқандай аман қоғайдып қоясыз сыртынан қарап. Біреу өтіп кетер, біреу не қылады. Сол үшін мен ойлаймын, және бір ойлаймын, бұл шара көрдір керек. Шара 30-45 жылы, даже 45-53-54 жылға дейін біздерде жоғарыда совет старейшин деген бар еді. Соның ішіне жас үлкендер, ақсақалдар кіретін еді. Солар өзлері шара көрдіріп, өзлері әмесін қалмалға күрескен еді, үрт әдетлерге, керек емес майда үрт әдетлерге күрескен, сол совет старейшин соған қатты ітібар беретін еді. Ақсақалар кеңесі. Мен ойлаймын, азырғы ақсақалар кеңесі ұсындайды өз қолына алу керек деп ойлаймын да. Шара көріліп атырған, бірақ енді ол шараны күшейту керек шығар да, ауырлату керек шығар. Себебі шара қолданып атырмыз, такрар қайталанып атырған жағдайларға ұшырасып атырды деп айтты да жаңа инспекторымыз. Шараны көреміз, шара бар, көреміз. Бұл жерде және бір нәрсе бар да, шараға қатты ітібар бермей атыр да азыр. Сол үшін азырғы біздерге ішкі істер министрлігінен және мына ақсақалlardan біздер өзлеріміз осы тойларды өзлеріміз қолға алу керекпіз. Осындайлар болмау үшін. Енді нәубеттегі экспертімізден білгіміз келеді. Осы орында низамда нелер белгіленген? Әлбетте, ассалаумағалейкум. Тойлар, шаңырақлық, басқа да сол байрамлар, іләжлар өткеру тәртібі низамшылықта белгіленген тикарында. Яғни Өзбекстан Республикасы Олий Мажилис Низамшылық палатасы һәм Олий Мажилис Сенатының 2019 жыл 14 сентябрьде қоспа қарар қабылданады. Оған муафиқ сол тойлар, байрамларды, мәресімлерді өткеру тәртібі белгіленеді. Бірінші нәубетте сол енді берде тикарға тикарға тема бұл сейіл ғой. Бұл сейілдің өзі той мәресімдердің бір бөлігі есептелінеді. Яғни сол ережеде тойлар сол азан сағат 6-дан 23:00-ге шейін болуы, сондай ысырапкершілікке жол қоймауы. Бұяқта жаңағы қатынасушыларымыз айтты, ақсақалдарымыз бір хапте алдын сол махалле ауқамын, махалле ақсақалдарын хабардар қылған алда өткеруі,
Сондай ақ бұяқта сейілдердің өткеру тәртібіне 3 адам 3 машинға шейін өткеруі белгіленіп өтілген. Енді бұндай сол режиммен белгіленген сол талаплар, яғни өткеру талапларының өзін бұзу әкімшілік жауапкершілікті келтіріп шығарады. Яғни Өзбекстан Республикасы әкімшілік жауапкершілігі hakkında кодексінің 192 прим 1 статьясына тикар, сол тойлар, сол байрамларды өткеру, шаңырақлық байрам, іләжларды өткеруді сол низамшылығын бұзу базалық есаплау мұғдарының 10 есесіне шекем бұқараларға жарима салуға. Яғни азырғы апайға айтқанда 4 миллион 120 мың сом бұл мұғдарында егер бірінші мәрте соны бұқаралар тарапынан әмелге асырылып жатқан соң жарима қолдануға себеп болады. Ал бұл лауазымды шахс тарапынан бұзылатын жағдай болса, бұл 30 есесіне шекем. Ал бір жыл davamında сол қайтадан сол сондай құқық бұзарлықта әмелге асырса 50 есесіне шекемге мұғдардағы сол жарималарын қолдануы себеп болады. Бұндан тысқары сол той жаңағы байрамлар уақытында сол той сейілдеріндегі әмелге асырылғанда сол хақиқатта айтып өткендей сол әкімшілік жауапкершілік кодексінің тиесілі жаңағы 128 прим 10 129 статьясына, яғни жол безарлығын, яки болмаса сол қауіп салушы жол транспорт хадиселерін әмелге асыруын сол низамшылықта сол құқық бұзарлық сипатында танылып жауапкершілік белгіленіп өтілген. Енді сол жастар сейілі, той сейілі хақында сөз етіп жатырмыз. Енді той сейілі ұлыма керек пе деген сұрау пайда болады да өз-өзінен. Себебі ықшамдастырып өткеру керек пе? Жастарымыз не дейді? Той сейілі біздерге керек пе? Не деп ойлайсыз? Ассалаумағалейкум. Бүгінгі пікірлер кесіліспесі болып жатырды. Соған жиналған бәршеңізге пікірлеріңізді білдіріп жатырсыз. Әмеңізге рахмет. Мен өзі жәмиетшіліктің бір ағзасы сипатында пікірімді білдіре жағадым. Өніп өсер ер жігіт 18-інде баспан дер. Есі ауған ер жігіт 30-ында да жаспан дер дейді. Бұл айтып жатқандағы мақсаты не зат? Бұл үйленіп отырған бала, мәселен ер жігіт 30 жас атырапынан, мәселен 20 жастан өтеді ол. Енді өзінің тойында бұл жаңа не дейді? Бір қызығушылығыменен машиналарды жинап алып тұрып, ізіне той сейілінде жаңа дрифтларын әмелге асырып жүрді. Оның қанегелер қазір түсіндіріп беріп жатырды. Бұл шарт емес, ауырлау жазалар бар деп. Әммесі дұрыс, жәмиетшілік тарапынан көптеп айтылып жатырды. Яқ, ондай етіп өткізбең, қайта-қайта тәртіпке шақырып жатыр. Бірақ ана аңлары өште үйленген жігіт болса, сол маба қылып, қайта-қайта тойларында созатларды видеосъемкілерге алып, кең жәмиетшілікке тарқатып жатыр. Оның қасында жүрген екінші қызығушы сипатында, ол да менің тойымда осындай өту керек деп тұрып, ол соған жарысып істейді. Бұл жарысудың өзі, мәселен, қазір апамыз айтып еді ғой, бұрынлар ат шабыс болған, бәйгі болған. Енді ол не мақсатта келтірілді деген болса, ол уақытларында бәйгілерді әмелге асырылатын болса, ол спорт түрі есептелінеді. Дұрыс. Олар, мәселен, ер жігіт болып, күшін көрсетіп өздерінің спорт жарыстарында сол бәйгіде атын шығарып жүретін болған. Енді қазіргі болса заманауи үйлесіп бара жатырды деп, жаңа ана бір гәп бар еді. Бір жігіттің бір мұраты ат болар деп, ат болса жүрегінде дәрт болар деп. Енді бұларды айтады, қазіргі уақытта мына машиналарды тұлпар, менің тұлпарым деп айтады. Темір тұлпар. Бірақ жаны жоқ оның. Жаны жоқ. Ал енді ол оған қандай пайда келтіреді десе, ешқандай пайда келтірмейді. Тек қана авариялық халатларды алып келеді. Қазір ғана жаңа Қанеге айтып өтіп, тойдың ізі лазымға айналып кетті деп. Бұл қандай? Ең ашынарлы жағдай. Әмме мәселен жиған терген тойға дейді, тойға келген уақытта лазым болып баратса ізі. Соның үшін жастардан бір сұранып қалған болар едім, аңлыра өште бұл затты тоқтату керек негізінде, ықшамдастыру керек. Қазір мәселен менің өзімім осы мәселен видеоны қойсам, егер мәселен интернет социалдар мағанам сұраулар пайда болады. Сен өзіңім тойында сондай өткізбедің бе? Өткіздік, бірақ қателескенбіз ол кезде. Мен ол әммесіне мәселен машинада келің деп айтқаным жоқ. Тек той сейілін ықшам қылып өткіземіз десек, біздер қос той болғаннан кейін ізінен жаңа жора жолдастар, аналар өздері машиналарын қосып кетті. Ол керек емес, тоқтатайық. Бірақ тойымыз өтіп кетті. Енді сіз айтып жатырсыз, қазір қате екен аңладым деп жатырсыз. Енді сол уақытта сол нәрсе сізге не берді? Рухи азық берді ма? Ешқандай азған берген жоқ. Қайта шарт емес десең, олар яқ жорамыз жүрек дейді. Шарт емес. Мен еледе азыр жастарға енді айтарым, тойыңды беретұғын болса, ақшамластырып бер, сол қаржеттің барлығын ата-анаңа жұмса. Шаңараңа жұмса. Мәселен, егер анық жора жолдастар бар болатұғын болса, ал мен ізінде жүремен машинаның, бас машинаның ізінде жүремен, мен саған 1 миллион сом ақша беремен деп отырды бұл жерде. Сол ақшалардың барлығын ақшамластырып, ата-анаңды умраға жібер,
келеді ғой қолыңнан. Ал өмір бақи айтып жүрсін сол балаларына. Береке тапсын, сол тойының несінде мені умраға жіберді деп. Қазір бұл жерде бір апайымыз айтып еді, сәл қателеу айтты, балаларды еркін жаңа жібермеу керек, қатаң ұстау керек деп. Ол қатаң ұстау шарт емес. Баланың аңына жақсылап түсіндіру керек. Баланы еркін өсіру керек, бірақ дегенменен ол бала аңлы рәуіште сол заттың зиян екенлігін біліп тұрып тоқтату керек деп ойлаймын. Балалардың тәрбиесіне келген уақытта сол заттарды әстен кішкенелігінен бастап үйретсе, бұл мақсатқа муафиқ болар еді. Сөйтіп, қазір мәселен біздер және айтып жатырмыз, кең жәмиетшілік максималды дәрежеде қамтып алып тұрып, оны үгіт насихатлау керек. Егер қайсыдыр затты қорқыласаң, мәселен кішкене балаға дювалдың мына шетіне өтпе десең, ана кішкене бала дювалдың арғы тарапына өтуге орнатты. Қазір жастар сондай болып барады, сол кішкене баланың аңы бар ма олардың миында? Олар сол жаңа кішкене баланың пікіріне қарап тұрып, яқ, өткіземін, тойымды ұсынды өткіземін дейді. Я білмедім, бұл жастардың несі қателеу. Қазір бұл жерде кеткен видеоролик, сәл сөзім көбілеу барады. Жастар түсіну керек, бұның қате екенлігін һәм тоқтату керек деп ойлаймын. Бұны кескін рәуіште қадағалау керек. Сол орында қосымшалық кетпейме, яғни сол Қалдыкөл районында сол той сейілі бойынша үйрен жұмыстан алып бардық. Үйрен давамында ол жердің махаллесін, ата-анасын, махалле жетілгілерін, бұқаралармен сөйбетлесіп алып бардық, додалау жұмыстан алып бардық. Сол кезде ата-анасын сөйбетке тарттық. Яғни ата-анасынан не үшін бұндай қылып той сейілдерінде рұқсат бердіңіз? Неге бұл машин көп? деп сұрағанымызда ата-анасы мен білмеймін бұл машиналарды, мен үйімнің қасынан дейді, сол 3 машин болып кетті дейді, бірақ келген уақытында осындай болып 15-леген машин болып келді деп жатырыпты. Ата-анасы менің хабарым жоқ бұл заттан дейді. Дұрыс қыласыз дедім, бұларға дейді шара көргеніңіз мақұл деп жатырыпты. Мен белгіленген машинаның үшін қажеттілігін төледім, бірақ қалған машиналарды мен білмеймін деген. Онда кейін сөйбетлі давамға қарасақ, олардың сол өзлерінің сол той беріп жатқан баланың жоралар тарапынан бұл машиналардың сол ізінде жүргенлігі айтылып жатырыпты. Сондай-ақ мінекей әрбіріне сол түсіндіру жұмыстарын алып барып жатырмыз. Соған қарамастан мінекей әсіресе сол тойлардағы сол жастардың сол машиналардың өзара қосуы. Бұл орында сол ата-аналары білмеймін деп жатып, білместік болып жатыпты. Ол жерде махалле жетілгем айтатыпты. Махалле жетілгем сол жерде біз тұрғанымызда 3 автотранс құралдары біздің үйіміздің қасымыздан келінді алып шығып кетті той сейілі үшін. Бірақ келген уақытта жаңа айтқандай 15 машинада бұл жерге кіріп жатыр үйдің тойханаға. Соның үшін бұл жерде енді сол жастар арасындағы сол жаңа менің тойыма ізіме машин берді, жаңағыдай машин көбейіп барады, жастардың арасында болып жатқан мәселе болып жатыпты. Сонан кейін мінекей сол жолда кетіп барады, яғни жолда бұлар тек қана өзлерінің қауіпсіздігін тәмінлемей жатыпты, тек қана бұл ішінде оның үшін жолаушылары бар. Яғни ішінде оның жолаушысына, яғни шайқаған уақытта ішінде бір рет болып қалса, ол ішінде сол айдаушы жауапкер екенлігін білмей жатыпты. Онан кейін мен айтып жатырмын, жоғарылар сол бірнеше жағдайларда жол трансәдісілер келіп шыққан. Мен кеше жақындағанда Қожелі районында сол дрифт қылу нәтижесінде мінекей жолдың үрел басқаруын жойып, жолдың қарама-қарсы шығып кетіп, сол өз жөнелтіп жатқан автотранспорт құралымен соғылысып, жол трансәдісілер жүзіп жатыпты. Оның ішіндегі жолаушысына дене жарақаты жеткізіліп жатыпты. Мінекей соның өзінде де мінекей сол айдаушылардың, яғни сол жол әрекет қағидасын әмел етпеу нәтижесінде болып жатыпты. Сол себепті айдаушылар сол той сейіліне шыққан уақытта сол белгіленген автотранспорт құралына шықса, сол әрекет давамында ешқандай маневрлар, яғни сол дрифтлер істелемесе, мақсатқа муафиқ болады деп ойлаймыз. Мына себепті жүдә жақсы пікірлер болып жатырыпты. Рахмет. Мен жаңағы айтайын дегенім, біздің Қоңыратта сондай бір кездесті, пәтіңке ұрлау, жүкті пәлен миллионға түсіремен. Сонда жаңағы келіспеген нелерді ойласылып, соларды қуыршақ дейді, және бір зат, соның бәрі келісіліп, үлкен апайлар бар, көше билер бар, соның бәрі қысқарттық. Енді жаңағы 4-5 машин жіберсек, жаңа сіздің айтқаныңдай, жолда ұрламай бір-екі жолдасы қосылады екен. Сол жіберген адамға айтып, онам тоқтатып, әзір жүдә жақсы болып жатыр тойларымыз. Құдайым балаларымыздың мына бірінші тойы болып жатыр ғой. Құдайым жаңағыдай ақыл болмағай. Ата, енді сізге сұрау бермекшімен, сіздің дәуіріңізде, сіз үйленген уақытыңызда, жігіт уақытыңызда сондай жағдайлар болады ғой беді, сол жасар сейілі қандай болады ғой еді? О, қарағым, маған тым қызық сауал бердіңіз. Мен үйленген дәуірім әзір ядыма түссе, сондай қызықта. Ортада жырау бар еді, Жұмабай Жырау Базарбаевтың Шомына районына әкеліп, ортаға от жағып, қобыз құр қылып, қошқарды үспе болды, күрес болды. Сонда маған айтып еді, сен уақытта райком дейтін еді ғой. Райкомның қызын алып қой, яқ. Әйтеу мына ата-анамның жинаған тергені соған жүдә жақсы өтті. Сонда ауыз біршілігі болды,
күрес болды мінекей. Мен әзірге нелерді көріп тұрмын, айран қалып отырмын да. Жастарыма айтып отырғаным, Құдайым со, мына әзір заманымыз жақсы ырауажданып отырыпты. Со ата-аналарымыздың мына жинаған тәрбиелерін дұрыс түсініп, жақсы тойларды өткерейік балаларым. Басқа не айтамыз? Рахмет. Судьямыз пікір білдірмекші еді, көрсетуіміздің арнаулы эксперті. Бағана жоғарыда апамыз айтып өткен уақытында жаза шарасын бойынша гәп кеткен еді. Менің әмелиятымда болды, сол жол безарлығы бойынша автотранспорт құралының басқаруын махрум еткен бұқараларды келеді. Әмде 25 минималь мағдар, 25 есес мағдарында жарима жазасын қолладым. Сол уақылары сол жасылар енді көбіне көп келген уақытында ертесіне сол квитанцияларын сорап келіп төлейтін болып айбын мойынлап, судың мәжілісінде айбын мойынлап кетті ғой. Кейін квитанциясын сорап келген уақытында мен өзімше қызықтым. Сіздер не үшін той сейіліне шыққан екенсіз, не үшін сол бір бағытта сол әрекетленіп кетпедіңіз, не үшін бұндай дрифтларды садыр еттіңіз деп өзім қызыққан уақытында ол жасылар айтады. Той сейіліне шыққан уақытында көп жерлерді айланамыз. Айлануға біздер 100 мың, 200 мыңға шығамыз. Сол уақылары ішіндегі жолаушылар деп айтамыз ғой енді. Сол дрифт қылуды айтады, көплеп ақша ұсынады. Яғни 500-600 мың сом беремен, сол дрифт қылып бер деп айтады. Енді біздердің соған қызығып істедік деп атыпты да. Енді әрбір әрекеттің ақыбеті болады. Ақыбетінде мен түсіндіремен 500-600 мың сом үшін өміріңізді қауіпке қойып, әмде ертең түрлі оқиғалар болуға ешкім кепілдік бермейді ғой. Әмде сол уақытта автомашинасы жарима майданшасына басылады. Оған пұл төлейсіз. Одан қала берсе 600 мың ақшасы шығады. Соны айтамын. Қала берсе мемлекет тарапынан берілген жариманы төлеуге кеп тұрсыз. Керек беді сол сілерге деп мен неғылған уақытында сол күні кеше пұшайман екенін білдіріп, енді той сейіліне шықпаймыз, шықсағам сол ондай әрекетлерді істемеймен деп пікір білдіріп кетті сол жасылар. Рахмет. Мен бір нәрсе айтқым келеді. Сондай передачаларды алып барғаныңыз үшін рахмет. Мен қазір екінші мәрте қатынасып жатырмын. Тойлардың осы кеміс жағын, тойлардың жаман жағын біздер айтып жатырмыз, жәмиетке таратып жатырмыз, жәмиетпенен ойласып жатырмыз. Сіздің алып барған передачаларыңызға рахмет. Және бірген жаңа сұрау бердіңіз ғой, жасыларға ұлы ма біздің Қарақалпақ дәстүріміздегі керек емес элементлері керек пе оларға, я керек емес пе? Жасыларымыз соған жауап бере алады ма, я бере алмайды ма? Себебі әзіргі білесіз бе, жасыларда біздерде жасыларымызды орта тәрбиелайды. Үй іші, үйдегі тәрбияға қарамай, олар орталықтағы тәрбие алады да, тәрбияны. Сол себеплі, азырғы сейілді көргенімізге, мен ойлаймын жасыларда сол уақытта, не дейді, ұрып тұрады да, орысша айтқан дух деген бар да, жасыларда дух деген рух бар да, соған олар ар жағына білмейді ғой не болады ғой. Азыр бүгінгі күнде ойлап отырады да, сол және бір рет сұрау, және бір рет сіздің осындай алып барған передачаларыңызда жасыларға не керек? Ол ма дәстүри біздердің Қарақалпақ тойларында дәстүрлерінің жақсы ретін алу керек пе, жақсысын соны давам етек пе, етпек пе? Соны жасылардан сұрасақ. Әлбетте, жастарымыз қатынасып отырыпты, енді жастарымыз да пікірлерін білдірсе, бұл мәселе бойынша. Ассалаумағалейкум, мен Бердібек атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті юридика факультеті саясаттану тәлім бағдары бірінші басшы студентімін. Енді бұл мәселені додалау үшін мен жас қылуым мүмкін, бірақ мен осы кезекте өзім пікірімді айтып өте шықпан. Біздерде әрбір тойда, мысалы, барған жерінде пұл жаздырып кетеді, дәптерден өтеді дейді. Мысалы, бірдің тойдың хабары келсе, дәптерге қарайды, біздердің тойымызға келді ме екен, неше сом жаздыр деген деп. Мәселен, менің тойымда менің жорам бас машинаның ізінде келе тұрған машинға, бірінші келген машинға $100 қойса, мен де оның тойында қоюым керек, жорамнан ұят болмасын деп, сол нәрсені істеймін да. Сізге қызметін қайтаруым керек деп. Қайтаруым керек деп. Осылай ол нәрсе давам етіп кете беруі мүмкін деп ойлаймын. Осы нәрсенің тоқтамауына да себеп сол деп білеміз. Мысалы, не дейді?
жорамнан ұят болып қалмасын, оның кеулі қалмасын деген мақсатта істелінеді деп ойлаймын. Енді Бірақ достың істеген қызметін қайтаруым керек деген. Істеп атырған шақсылар да бұның заңға қайшы екенін біліп тұрып істейді меніңше. Енді тоқтататын уақыт келген шығар, не деп ойлайсыз? Көшеби атамыз дұрыс айтты, махалла проф инспекторлары қайыққа қарап атырыпты деп. Махалла проф инспекторлары әрбір тойды біледі. Бүгін тойханада кімнің үйінің тойы біліп, һәм қадағалауға алады. Азанда той басланғанда бір хабар алады. Жаслар тойында басында тұрады. Мен жаңа жаслар өп келіп атырыпты, өз еркінше дегенде башқа мақсатта айтты. Мен бұл жерде көріп отырып, сейілде оқия бойынша айтып атқанда, сол жерде тойханада азанда сол той беріп атқан үйдің иесінің ағайлары, ауылдың жасыл көлдер бар, комиссия түзіледі. Тойдың комиссиясы болады, жасыл көлдер болады. Солар кетіп баратқанда пәтия береді, сейіл кетіп баратқанда. Әмде қадіриyaтларды сақлауымыз керек. Сол жасыл көлдерді жаслар тыңлап білу керек. Жаңа айтты ғой, 3 машин болып барып келес деді. Сол 3 машинмен тәртіплі болып барып келуге болады. Ол жаслар өп келемесін. Мына бір тойдың бір жақсы өтуі, бір жаңағыдай жаман нелер болмауын алдын алу мақсатында мен айтып атырппын. Себебі біздерде де көп уақиялар уақытында болды. Һәм есіме тәртіп білен болса, жасыл көлдерді тыңласақ, жүзі жақсы болады да. Жасларымызға ене айтатыным, бәрі-бірімші қадіриятлар ол. Ата-бабамыздан кеткен қадіриятларды сақлайық, жасыл көлдерді тыңлайық. Бәрі жаслар тойын яқшы болуын қалайды. Мынандай жаршымаққа болып кетеді да, бір қыз бір көйлек кисе, екіншісі сол көйлеклерді кию, болмаса яне бір қаделерді күшейту. Міне шу уақытта шаңырақлық тәрбие керек болады. Ата-ана қызының қандай болып кетіп баратқан тойға, балаларын қандай, үйде де шын назарат қылып айтып жіберсе болады. Бүгін тойға барғанда мына тәртіп, құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша өздерінің үгіт насихатларын айтса болады. Тойханада, мәселен, жасыл көлдер өздерінің үгіт насихатларын айтып барса, орылы болады. Міне жасларымыз біздерден көре бақытлы деу, растаным, әзіргі жасларымыз бақытлы заманда жашап атырыпты. Assalomu alaykum. Men Jumanazarova Mashhura. Ajniyoz nomidagi Yuksallat pedagogika instituti talabasiman. Hozirda 5 tashabbus loyihalari koordinatori bo'lib faoliyat yuritmoqdaman institutimizda. Bugun mana shu fikrlar kesishmasi teleshowusida ixcham to'ylarni rivojlantirish, ya'ni mana shu mavzusi bo'yicha fikrlashyapmiz. Men o'zim Xorazm viloyatida tug'ilganman va bu yerda o'qiyapman 4 yildan buyon. Agarda Xorazm viloyati bilan bu yerni solishtirsam, bizlarnikiga qaraganda bu yerniki anchagina ixchamlashgan deb o'ylayman. Nima uchun deganda, 1 yil muqaddam o'zimning akamning to'yi bo'ldi. Mana shu bizda qalin puli ham mavjud. Qalin puli juda ham rivojlanib ketyapti. Hozirda bitta qizning qalin puli 120-150 millionga yaqinlashib ketmoqda va to'ydan bir kun oldingi bo'ladigan qiz yig'ini ham bor. Qiz yig'ini ham xuddi shunday to'ydek, faqatgina kuyov bo'lmaydi, qizning tarafida bo'ladi va qiz yig'inining barcha sarf xarajatlarini ham kuyov tomon qoplaydi. Va keyin ertasi kuni shu xuddi dabdabali to'y bo'ladi va bizning to'yimizda, akamning to'yimida 1000 dan ortiq insonlar kelishdi. Ya'ni bu yerda qoraqalpoqliklarning to'yida faqatgina kerakli insonlarga aytiladi ekanda, kechqurungi to'y. Ya'ni do'stlarga, yaqin qarindoshlarga, yaqin qo'shnilarga va kollektivga. Bizda aksincha shu mahalladagi har bir insonga va qo'shnilarga va dada tomon, kuyov tomon, kelin tomon hamma kelib ketadi va avj olgan. Mana bu akamiz ham aytib o'tdi. Biz ham shu vaqtida qilmadik emas, qildik. Mana shunday dabdabali to'y. Endi shundan pushaymonmiz deb. Ana shunday to'y kelayotgan, to'y bo'layotgan paytda to'y egalari yegan og'iz uyalar degandek baribir barchaga aytishadi va mana shunday o'z-o'zidan dabdabali to'ylar bo'lib ketadi. Meni fikrimcha, qachonki kattalarga, ota-onalarga kerakli bilimlar singdirilsagina, mana shunday chora-tadbirlarni ularga uqtirishsagina, mana bunday ko'ngilsiz hodisalar bo'lmaydi deb o'ylayman. Енді бүткіл мемлекетіміз бойлап сол тойларды ықшамластыру бойынша сол қарарлар қабыл етілген да, соның үшін әлбетте сол Өзбекстанның әрбір аймағында сол тойларды ықшам өткеру бойынша үгіт насихат жұмыстары әлбетте күшейеді деп ойлаймын. Мархамат, енді бүгін сол бағанада сөз бергенімізде жас жігітлеріміз үндемеген еді. Енді пікіріңізді білгіміз келіп жатырды. Қандай пікірдесіз? Мархамат. Әуелен бар, ассаламу алейкум.
бүгін пікірлер кесіліспесіне келдік. Мен пікірімді айтып өтпекшімін. Әйемгі тойлар деп жатыр ғой. Күрес болады, қошқар дүгіс болады, ат шабыс болады. Қазірге келсек, оның байрағы болады. Пұл беру. Я болмаса ылақ береді. Бас сыйлық орынға не? Енді оның бәрі, оның ішінде туры келмейді да, оның шақыр құр бос қолға келмейді да, ол адамлар бәрі. Қошқардың иесам, ат шапсам. Қазіргі күнде ондай қылып үлкен той беру үріп әдетімізге қарайтын болсақ, ондай той беру қиын. Заман тарихына не қылады да. Енді автокөлік пенен бәйгеге шыққанның орнына ықшамластырып, қораз ұрыстыру бар ғой, мысалы үшін. Уақытымызды қызықлы өткеру үшін ат шабыс, қошқар дүгісі деген бұрынлар болған. Енді бірақ меніңше бұлар заман талабына сай болмаған үшін, адамдардың қызығушылығы кемейгені үшін уақыттың өтуімен кемейіп баратыпты. Дегенменен қазіргі уақытта сол заманның рауаждануымен ралли жарыстары, яғни сол автомобильдердің сол Мойнаққа барып, сол кең жолда ешкімге кесент етпеген халда сондай жарыстар шөкімлестіріліп жатырды. Енді автокөлік басқарушылары қалесе қазіргі уақытта енді сондай ралли жарыстарына қатынасуына болады. Дұрыс емес пе? Дұрыс, әлбетте. Өздерін сынап көру үшін. Мархамат, және де қандай пікірлер бар? Жаңа ұсы көрсетуге кетірген уақытында тап мен өзім шақырған таксимам қара машина екен, тонировкаларынан басқан екен. Сөйтіп кетіріп тұрып, соның өзінен сұрадым да, сіздің ұсы гулянка мәселелеріне, той сейілеріне пікіріңіз қалай деп, сөйтіп ыржиып тұрып, зор дейді. Несі зор сонан десем, ақшасын аласаң, азғантай уақыт жүресең, бірақ жақсырақ бір қаржылай ақшасын аласың дейді. Сөйтіп мен оған айтып отқанда, сен өзің бірден бара бересің бе? Яқ дейді, біздерде өзі топар болып тұрып, бұл бойынша біреуіне заказ келеді, сөйтіп сол айтады дейді. 10 машина керек маған, 20 машина керек деп айтады дейді. Оны кім айтады десең, тойдың иесі айтады ғой дейді. Айланып келгенде бәрібір той беріп жатқан адам жауапкершілігі болмаса пайда жоқ. Сөйтіп мен оған айтып отпан, сен бұның қытай бір ақыветлерін ойлап көрдің бе? Сөйтіп түсіндіргеннен кейін, дұрыс дейді, сенің пікірің дұрыс дейді. Негізінде ана тойдың иесі кітте аңлырақ болу керек екен озатларға деп атыпты. Сол үшін сол ықшам тойдың тараптарымен қайткенде де ол той мәселесіне келетін болса, ықшамластырып, сапалы етіп өткізген мақұлырақ. Рахмет. Айтып өтсем, енді менікі бұл сұрау яғни емес, ұсыныс сипатында. Біз айтып отырмыз ғой, бұяғам айтып отырды өзінің пікірін, бұл жақтағылардың пікірін естік. Енді жауап тиесілі қанегелеріміз айтып отырды, біздерге қарарды санлары менен түсіндіріп беріп отырды. Андай қарардан, андай жерде жарима салынады деп отырды. Мен ойлайман, бұл инсанлардың өзі де оғырағым жарима салынатындығын білмеген, дұрыс па? Иә, біліп тұрып істеген болуы мүмкін емес қой. Көпшілік жастарымыз бұл қарарларды, олардың қайтып істеленуі керек екенін, қандай жағдайда не нәрсе болатындығын білместен істеп қояды. Менің пікірімше, осы тарау қанегелері тарапынан қазіргі күнде милли контент деген нәрсе бар. Милли контентте біздер жастарымызға өзлерінің тілінде түсіндіріп беруіміз керек деп ойлаймын бұл нәрсені. Себебі қазір қарарлады дұрыс, енді һәмме өзінің құқын білу керек, бірақ дегенменен һәмме инсанам ол кітапты ашып қарап отыра алмайды. Соның үшін менің пікірім, жастар қай тәрізде өзі түсінігін жеткеріп берсе, оларға да сол тәрізде жауап беру керек деп ойлаймын. Рахмет. Халқымызда бірдің абырайы, мыңның абырайы деген гәп бекарға айтылмаған деп ойлаймыз. Соның үшін әлбетте әр адам той беріп отырған уақытында әлбетте тек өзінің абырайын емес, сол жасап отырған аймақтың да абырайын ойлау керек, һәм оған дақ түсірмеуге харекет ету керек. Бүгінгі көрсетуіміз арқылы білдірілген пікірлерден әлбетте өздеріңізге тиісті жұмақ шығарасыз деген ойдамыз. Көрсетуіміздің арнаулы экспертлеріне қатынасушыларға minnettarchilik білдіреміз және эфир арқылы ұшырасқанша сау саламат болың.